Пайғамбар тозақта басын қорғалап қашып жүрген бір топ адамды көрді. Періштелер оларды шоқпармен сабап жүр. Жебірейіл, бұлар малынан зекет бермеген қайырсыз байлар деді. Енді бір үйлер отқа оранып жанып жатты. Жанған үйдің айналасына темір тікендер төселген. Ішіндегі адамдар күйіп шыңғырады. Шыдамай сыртқа шықса, тікенді басып қайта қашады. Жебірейіл, бұлар ел жұртты мазақтап әжуалаған сайқын мазақтар деді. Енді біреулер жүк арқалап алыпты. Ауыр жүктен мыжылып, ентігіп еңбектейді. Жебірейіл, аманатқа қиянат қылып бөтеннің заты мен мүлкін рұқсатсыз иеленгендер осындай күй кешеді деді. Тағы да бір топқа кезікті. Періштелер олардың тілдерін оттан жасалған қысқашпен қысып жатыр. Әкім қараларды өтірік мақтап жағынғандардың жазасы осы деді Жебірейіл. Сол кезде пайғамбар Алла сақтасын деп жүре берді. Бір кезде өз еттерін жеп отырған жыртқыш қауымды көрді. Жебірейіл, бұлар өмір бойы жақсы адамның сыртынан ғайбат айтқандар деді. Бір пенделер қан мен ірің ішіп отыр. Арақ шарапқа құмар болғандар енді шөлдерін осылай қандырады деді Жебірейіл. Тілдері желкесінен шыққан доңыз бейнесіндегі адамдар жүрді. Бұлар сотта жалған куә болғандар. Тірісінде ағайын туыс дос жақындарының сойылын соғып, сотта жалған куәлік берген. Ақшаға сатылып жазықсыз кісілерді соттауға жәрдем берген жауыздар деді періште. Тағы бір адамдарға қараса, аяқтарына бұғау салыныпты. Бұлар парақорлар, билігін жеке мақсатына пайдаланып, пара алудан қолы босамаған деді періште. Біреулер от пышақпен бауыздалып азап шегіп жатыр. Бұлар нақақтан қан төккен қанішерлер деді періште. Пайғамбар тозақты одан әрі аралауға дәті шыдамады. Жүрегі ауырып, «Я Алла, үмбетімді бұлай қорлама» деп сәждеге бас қойды. Ұзақ жатып тамұқтағы адамдардың кешірілуін тіледі. Бір уақыттан кейін қайтуға ыңғайланып еді, мәлік періште: «Я Алланың елшісі, сен бір тозақтың кішкене бөлігін аралап, сұмдығын көрдің. Әлі 6 тозақ бар» деді. Сол кезде пайғамбар: «Алла ол тозақты маған да, үмбетіме де көрсетпесін» деді де мәлікпен қош айтысты.